Қазір горилла неше түрлі сусындардың сезоны басталды. Кішкентай баладан үлкен адамдарға, ересек адамдарға дейін, енді 50 жасқа дейін точно адамдар жаңағындай түрлі энергетик сусындар мен түрлі газдалған сусындарды ішіп жүреді, үнемі. Ол кісілер өздерінің ағзасындағы кальцийді, өздерінің ағзасындағы минералдарды сол газировкалар арқылы шайып тастап жатқандарын түсінбейді, және де олар арқылы қан тамырларының бітеліп бара жатқанын да түсінбейді. Күнделікті сол горилла мен газдалған сусындарға кетіп жатқан ақшаны сіз есептеп көрдіңіз бе? Аптасына, айына қанша теңге жұмсалады? Қарап тұрсаң, 500 теңге, 600 теңге мысалы, бір тиын ақша сияқты болып, арзан сияқты болып көрінеді. Ал егер сол ақшаны сіз санасаңыз, айына қанша кеткенін, қомақты ақша кеткенін түсінетін боласыз. Ал күміс су мен алтын суды алыңыз деп жарнамалап біз айтқан кезде адамдар ой өте қымбат екен дейді. Мысалы алтын мен күмістің бағасын білесіздер, оларды сіздер әшекей ретінде кредитқа болсын әйтеуір бір сатып аласыздар. Ал ағзаға келген кезде, яғни адамдар жадный болып қалады. Ағзаға, өзінің денсаулығына келген кезде адамдар жадный болып қалады. Себебі оларға өзін өзі күтінуден гөрі жаңағындай ештеңені ойламай дүкенге кіріп шығып, ішіп жеп бірдеңені алып, солай жүрген ыңғайлы. Әркім өз қолына өзінің денсаулығын алу керек, өзіне өзі жауапкершілік алу керек. Сол кезде ғана адамдарда мына жерінде миларында сана сезімдері оянып, өздерінің түйсіктері қабылдау керек. Қатты ауырып қиналған кезде ғана біздің қазақтар жаңағындай өздерінің денсаулықтарын күте бастайды. И то ол жаңағындай бір кейс 20-30-40 мыңға алуы мүмкін, бір бөтелкеден болды, соны көрді, бітті, нәтиже жоқ, құрсын дейді. Кейбіреу айтады, жақсы көмектесті, жақсы болдым, все, рахмет, керек емес дейді. Ары қарай күтіну, мысалы 30 жаста, 40 жаста, 50 жастағы адам өмір бойы толыққанды бір жыл бойы өзін күтініп, өмірінде витамин қабылдап көрген емес, мысалы. Сондай адамдар келеді де, яғни бір бөтелкесін ішеді, күміс судың или магний судың, айтады, мынауыңнан нәтиже жоқ, ешқандай нәтиже жоқ дейді. Ал ол адамның ағзасы бәлен жыл бойы тазармаған, бәлен жыл бойы витамин қабылдаған, әбден қан тамырлары бітеліп, ішек құрылысы токсин паразиттерге толып қалған. Сондықтан бәлен жылғы сіз 30-дасыз ба, 30 жастасыз ба, 40 жастасыз ба, 50 жастасыз ба, сізге 1 литр су әрине аздық болады. Сондықтан біз үнемі VIP пакетті алуға кеңес береміз. Өте тиімді бағамен алуға біз ұсынамыз, кеңес береміз. Сондықтан егер сізде өзіңізді күтініп, денсаулығыңызды қолға алғыңыз келетін болса, маған жекеге жазыңыз, подписка жасаңыз.